Азиз телесерджілер, сізмеле телеканалда хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лилевиджа Челашам ешімдікі сатқа бөле малюмат. Жума жеминин куручулугу график озулу выйлялы барыла чыкыш зиретini бүгүн Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек кечирди. Наши традиционные конфессии получают всестороннюю поддержку на уровне президента, на уровне всех ветвей власти. Ахмежит кефе yolunun 20 километрінде yol наклие казасы нәтижесінде 4 инсан зарарланды. Анда аляда ГИБДД хадимлері чалышмақталар. По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Кырым татарларға низбет Украин акимиетінің арекетлеріні геноцид деп танымақ керек. Бу акта ООН тешкилатына резолюция йоланылды. Должны услышать во всем мире, что творит Украина сегодня. Кырымның спортчылары тэквондо МФТ боюнча Россиянын чемпионаты Бибирлигинден 17 галибе кетирдилер. Сборная Крыма привезла 7 золотых медалей, 4 медали серебра и 6 медалей бронзы. Кырым Жумхуриятының башы Сергей Аксенов Кырым Жумхурият Девлет Куручылык незареті қызметінің мудиры вазифесini вақытынша эда еткен Нариман Исаев еле иш құрышығыны кечірді. Тедбір кетішатында бірінжа невбетте тұрған вазифелер емде идаренің иші янындан тізілмек имканы музакере етілді. Нариман Исаев региондаки вазиет акта эсабат берді. Ситуация в службе строительного надзора сложная. Да, действительно, работа не осуществлялась в плане осуществления контрольно-надзорных функций службы, основных функций службы, предусмотренных действующим законодательством. Да, действительно, необходимо наводить порядки в части осуществления разрешительных процедур в том числе. Кырым елбашчысы Сергей Аксенов Кырым Жумхурият Девлет Куручылык незареті қызметінің мудиры вазифесini вақытынша эда еткен Нариман Исаевге дестек ваде етті ве бераберлікте бежірілген иш семерелі олacağını акта умют білдірді. До 15 марта предложения по внесению изменений в нормативные акты Республики Крым, которые в данном случае смогут эту работу сделать эффективной. Еще раз говорю, вот с этого момента, как только все изменения будут приняты, ни одна стройка на территории республики без документов не должна начинаться. Я переговорил сегодня с прокурором Республики Крым, с Камшиловым Олегом Анатольевичем. Понимание общее есть, что эту задачу необходимо решить общими усилиями. Прокуратура готова рабочую группу создать по моему обращению. Вы сегодня такое обращение подготовьте в прокуратуру республики. Значит, по законности выдачи разрешений и документов, в том числе и украинского периода, особенно в приморских зонах города Симферополя. Россия Федерация Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Кырымда кележекте Жума жами курулайткан ерны иш зиреті черчевесінде зерет етті. Тәфсилетлі вақия юз берген ерден. Rusya Federatsiya Devlet Duma mebусы Руслан Бальбек айтты ки, bu jami Kırımның destegi ve dülbirligi olacak. Hatırlatamız, jaminin kuruculuğu Rusya Federatsiya Prezidenti Vladimir Putin'in şahsi nizaretinde alıp barıla. Такое внимание сегодня президента к поддержке традиционных конфессий объясняется тем, что Россия находится на страже традиционных ценностей, сохранения семьи, вот все, что делает нас это людьми, и вот наши традиционные конфессии получают всестороннюю поддержку на уровне президента, на уровне всех ветвей власти. Kırım Müslümanlarına mufti muavini Aydar İsmailov kaydetti ki epası işler müddet boyunca alıp barıla, maliye ayrıla. Rusya'nın epası koşullarında hayriciler Kırım Müslümanlar dini idaresinin kol tutular. Aydar İsmailov hem de Cumhuriyet Hakimiyetinin büyük işini kaydetti. Все идет в срок, все идет качественно. Проблемы, конечно же, возникают, я бы назвал их вопросами, но они оперативно, быстро решаются, потому что есть воля, потому что есть желание, чтобы эта мечеть была, и по воле Всевышнего она будет. Cuma Cami'de işlerini becirgen kurucu şirketinin müdürü Enver Emiraciyev Kırım'da Cuma Cami'nin kuruculuğu haqda tarif ederek kaydetti ki grafik boyunca aprelin ikisine katlavan eksploatasyaya teslim edilecek. Bundan gayrı o yakın vakitte yapılacak işler hakkında tarif etti. Сейчас, в этот период, до осени, будем заниматься инженерными сетями на территории площадки. Это водопровод, канализация, электроснабжение, ливневые сети, телекоммуникационные. И плюс внеплощадочными сетями. Очень большая предстоит работа
по переносу ЛЭП, вот это вы видите, большой ЛЭП, и заводу сюда на площадку инженерных сетей, это водопровода, канализации и электроснабжения. Куручи şirket vekillerinin sözlerine ko'ra işler grafik uzluğu ile alıp barıla. Endi aprel 21'ine kunyu reabilitatsiya hakkında kanun imzalanovanın yılığına Cuma Cami baş korpusunun temeli tantanalı sureti koyulacak. Hasan Abibulayev, Dmitriy Nizavoy, Millet телеканалы. Украин металлурглары Донбасс камачавы себебінден Русияге көмір үшін мұражат еттілер. Азовсталь металлург комбинатының генераль мудиры Энвер Скитишвили Украинаның премьер-назыры Владимир Гройсман еле көрішу вақытында муэсисе Русияден ве Америка Қошма Штатларындан көмір сатын алмаға мечбур олғанына ақта білдірді. О қайт етті ке фиятлар көтерілген себебінден бұса жиди зарар көре, камачав кірсетілгенден берлі комбинат тахминен $4 миллион жойды. Украина радикаллары или январь айында бағышланған Украина ве өзлеріні илян еткен Донбасс жүмхуриетлері арасындаки юг ве демирьол бағының қамачавы антрацит көмірі етішмемезлігінің себебі олды. Февральның орталарында Киев энергетика сасында февкуледе вазиет кірсетмеге мечбур олды. Украинада Қырым-татар радиосы яйынлай. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек білдірді ке, бұл сене февраль айында чалышып башлаған Ватан седасы радиосы ос яйынлавыны кенішлеті. Жанкойде ерлештірілген қошма донатмалар сигналны Украинаның сыныр янындаки районларына, яны Қырым-татарлар топлу яшаған ерлерге еткізмеге имкан берелер. Ор қапуда да бір передатчик ерлештірілген сон Херсон велиятының қаплап алуы да азияты артажақ. Қырымның седасы әнді Херсон велияты Женюби сәкенлері үшін яңғырачақ. Бұл біздің ватандашларымызға Жүмхуриятның медени ве ичтимаи саяси яшайшындан четті қалмыға имкан яратажақ, деді Руслан Бальбек. Ақмешжет кефе yolunun 20 километрінде yol нақлие қазасы юз берді. Анда автобус ве юк машинасы урылдылар. Евелки малюматқа көре автобус Ақярдан Кериш шеріне yol алайды. Қарасу Базар районының Зуя қасапысында юк машинасы пияділер кешеті өгінде тоқталды. Аттан келген автобус ісе юк машинаға келіп орды. Қаза олған ерде ГИБДД хадимлері келіп етті. Оларының малюматына көре автобуста тахминен 20 инсан болынайды. Олардан 4 хастаханеге еткізілді. Шымды бұл ерде ГИБДД хадимлері өз ішіні девам етелер. По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали пассажиры. Значит, на данный момент ведется работа по выяснениям дорожно-транспортного происшествия. Кечкен сененің ноябрь айында іштен бошатылған сабық баш мемар Эрнест Мавлютов бүгін шер мемуретіне ішке чықты. Евел мемуриет елбашчысы Геннадий Бахарев хабар етті ке, Ақмешжет мемуриеті Эрнест Мавлютов іштен қанунсыз бошатылуы Ақта Қырым пайтақтың меркези район махкемесінің қарарыны апелляцияға бермеге планлаштырыла. Оның сөзлеріне көре махкеме қарарына шикаятлер сесленуі кетешатында мемар кершектен де қанун бойынша іштен боштатылғаны таздықлаған малюматлар теслим етілежек. Бүгін Милетлер-ара Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов гражданларны қабул етті. Қырымның Чешит районындан келген 50-ге яқын инсан өз мәселелері еле мұражат еттілер. Бұл насыл суалер олғаныны Гүлнара Каримова біле. Сервет Апсиметов Қырымға 1989 сенесі қайтты. Ол ақыттан берлі қадыны еле кираға алынған квартираларда яшай. Заур Смирновға мескен месрені чезмекті ярдым сорап келді. Вәзиет еле таныш олған сон Девлет Милетлер-ара комитетінің рейсі Сервет Бейге ятақханеде бір ота айрылжаға ақта хабер етті. Келечекте есе квартира нөвбетіне тұрмақ мүмкін. Апайма екеміз квартира, частный квартирада жүрдік. Енді бүгінге еще квартирада жүреміз. Башқа енді пенсияда шығардылар. Енді анау адам тұрған үйімізде тұрған адам айта, освобождайте біздің евніңізді, потому что балаларын бақылысты оларға ер керек енді. Эльвира ханымның торыны сақат, қызчық жоқ операциялардан кечті. Қадын айтқанына көре, эпизапаралар торынының тедавилиновыне масраф етіле. Шымды олар кираға тұтылған квартирада яшайлар. Заур Смирнов бұл меселені өз незаретіне алажаға ақта ваде етті. По жилищным квартирада отырым съемный.
torunçuklarım var. Bir torunçuğum ağrı. Vылечить ettim. Hepsi ne oldu? Ben de hepsini sattım. Torunçuğumu vылечить ettim. Bana yardım etin по жилищным вопросам, по квартира. Rifat Hüseyinov toprak meselesi boyunca müracaat etti. Toprak damartasının gosakti var. Ama bu damartanın daha bir sayıbı var eken. Rifat Bey şimdi mahkeme toplaşıvını bekley. Umut eteki meselesi tınç çizilir. Ve bu sual ile Milletler Ara Devlet Komitetine müracaat etti. Biz bu meseleni tınç çizmege isteyimiz. Zaur Ruslanoviç bizge yardım edeceğini ahtavadı etti. Gражданlar kabul etilivi ketişatında Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi kaydetti ki kabul etuvge her bir Kırım sakini kele bile. Bunun için tek evvelden yazılmak gerek. Gulnara Karimova, Alisher Alimov, Millet için. Kırım Tatar cemaat teşkilatları Kırım Tatarlarga nisbeten Ukraynanın hareketlerini genotsid dep tanımak haqta OON teşkilatına müracaat ile bulundular. Bu haqta Ahmedjit'te keçken Kırım Birligi adlı regional cemaat teşkilatının matbuat konferensiyası keçişatında belli oldu. Bu endi Kırım Tatar cemaatçılığının OON'ga ikinci müracaatı. Ağımdaki senenin yanvar 27 günü OON teşkilatı için Kırım'da 1991 senesinden başlap 2014 senesinin mart ayına kadar insan hukukları bozuluvu haqta rezolюциясының taqdimnamesi olup geçti. Cemiyetçilerinin rezolюциясында ta Sovet devrinden beri Kırım Tatarlarının hak hukukları riayet edilmesi haqta tetkiqatlar getirildi. Olar EPS'i OON teşkilatına yolanılacak ikinci müracaatının temeli oldu. Kırım Birligi adlı regional cemaat teşkilatının reisi Seytumir Nimetullayev tarif etti ki, Ukrayna devrinde her bir Kırım Tatar adamı defalarca kanunsuzlukka rast geldi. 23 yıl devamında Ukrayna tarafından halkımızın abadanlaştıruvuna ait hiçbir meselesi çözülmedi. Сегодня они не над крымскими татарами, они издеваются сегодня над... Бүгінгі күнде олар тек Кырым татарларны дегилді. Украинада яшаган бүтүн инсанларны инжиталар. Шымды анда жем кете. Украинада Кырым татарларга башка миллеттерге каршы не япкан акта бүтүн дүйнө бермек керек. Мында чок митинглер алып барылайды. Кырым татарлар өз хукукларына зорунен инкишаф эттилер. Русияда исе ол вакыт сүргүн өтөлгөн гражданлар үчүн реабилитация yapıldı. Konferensiyanın iştirakçıları tarif ettiler ki, halkımızı 50 yıldan ziyade gurbetlikte tuttular. Vatanımızga avdet olunmasına karşı durdular. Bundan gayrı hakimiyet vekilleri yıllarca milletler ara düşmanlık saçtılar ve tamır halkının kanunlarını bozdular. Kırım Tatarlarının Cemaat Şurasının reis muavini Enver Kantemir Umerov kaydetti ki, Kırım'da halklar aman esen yaşaganları haqta tarif etmek endi azdır. Halkara cemiyetçilikке Kırım Tatarlarga karşı genotsid olgаны haqta aytmakның vaqti keldi. Поднять эти материалы с тем, чтобы показать... Тимурага Дагджи, Искендер Ага Умеров е башкаларны бызым архивымыз олалар деп айтмага мүмкүн. Оларда чешит висекалар бар. Бу висекаларны огремек, жемаатка көстөрмек керек. 60 жыл давамында Украина Кырым татарларынын укукларына каршы насыл чыкайды. Kırım Yazıcılar Birleşmesi'nin azası Kırım Tatar halkının Cemaat Şurası'nın azası Искендер Умеров kaydetti ki, OON teşkilatına müracaat Ukrayna'nın Kırım Tatarlarga yıllar devamında münasebetini teslim etmege tırışuvdur. Сегодня мы Бүгін біз әлем жомачылыққа ве ярамай шейлер айтқан ватандашларымызға айтмақ істейміз. Біз Русияда яшаймыз. Тек Русияда біз хукукларымызны еріне кетіре білежеміз. Венді біздің хукукларымыз теклене. Ярын халқымыз бұл үміттен да чоқ яшылық көрежек. Біз амарамызны еш бір кімсе бозмас. Милеттер ара барышықта насыл яшаған олсақ, оледа яшажамыз. Біз бір айле. Kütlevi malumat vasıtalarının vekillerinden gayrı konferensiyada Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranları, cemaat erbapları ve muftiyat vekilleri bulundular. Kırım Müslümanlar muftisinin muavini Aydar İsmailov kaydetti ki, Ukrayna devrinde yarımadamızda ekstremik bölgeler yaratılıp hareket etti. Bu hakimiyet tarafından olarga iyi münasebetinin timsalidir. Олар Kırım Tatar halkının tilini, kulturasını, manevi kıymetlerini yok etmek için, halkın birbirinden kavga ettirmek için, xorantalarını yıkmak için mında hareket ettiler. Dini idaremizge umumen rahat çalışmaması için çeşit türlü problemalar daima çıkarılgan edi. Halk birlik beraberlik olmasın ve başka mındaki halklarla, hususan Ruslarla daima kavga içinde, menfi münasebet içinde olması için bu siyaset alıp barılgan edi.
ООН тәшкилатына мурачаатынын муэллифлери Крым татар укук корчалайчылары, жемаат ырбаплары, адлиечилер, саясатшынасчылар олдылар. Олар Крым Украина девринде 2014 сенесинден соңки вакалар акта яхшы билелер. Жемаат ырбаплары ООН тәшкилаты оларның мурачаатыны эшитер деп умут этелер. Айша Шлакова, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Бүгін Русия Девлет Думами босы Руслан Бальбек халқара ана тілі күніне бағышланған алтын қалем конкурс ғалиплерінің тақдирлену мерасимде иштирак етті. Тедбір Миллет телеканалының бинасында олып кечті, барам муйты үкім сүрген ерден мұхбиріміз Фадиме Ситмамут тариф ете. Күні Миллет телеканалында халқара ана тілі күніне бағышланған марафон кечті. Оның черчевесінде екі конкурс илан етілді. Бұларның бірісі туған тіл. Анда иштиракчилер шиырны ezberden ifadeli оқымақ керек еділер. Екіншісі алтын қалем. Мұнда иштиракчилерге шиыр яда икәйе язмақ вазифесі берілді. Бұл конкурсларда Қырымның чешет көшелерінден 50-ден зияда иштиракчы қатнашты. Тантаналы мукафатландыру мерасим марафон черчевесінде олып кечті. Эпсі иштиракчилер Миллет телеканалы Виватан седасы радиосы тарафы қатыралы бақшышларны әлді еттілер. Үшінші ер үшін ғалиплерге телефон берілді. Екінші ер үшін планшет. Ве бірінші ерні қазанған есе ноутбук ile тақдирленді. Бұл қиметлі бақшышларны сатын алмақ үшін Русия Девлет Думами босы Руслан Бальбек қол тұтты. Халқара ана тілі күні тантаналы мукафатландыру мерасиміне ғалип Эрмени базардан келіп оламады. Бүгін есе келмеге имканы олды. Руслан Бальбек Қырым татар тілінің рағбетлендірілуіне істе қошқан егетіні шахсен озы келіп хайырламаға истеді. Проведение марафона, посвященного языку, конечно же, поощрение в виде подарков для наших детей вызывает это интерес к изучению родного языка. Поздравляю всех наших участников не только призами, но и тем, что они внесли свой вклад в изучение крымско-татарского языка. И после того, как Миллет стали смотреть через спутник, можно сказать, широкого круга заинтересованных в крымско-татарской культуре людей в популяризации и в продвижении крымско-татарского языка как языка мелодичного, как языка особой культуры, который веками звучал на нашем благословенном полуострове. Тәшкилатчыларның сөздеріне көре, бұл конкурслар өткерілмесінің əsas мақсады бұл Қырымның әрбір қасабасында yaşagan ватандашымыз иштирак етуге желп етмек ве олған истидатларны да кең тарзда инкишаф етмектір. Алты қалем ярышында о яғни ширлерні язған бір дәне иштиракчысы еді. Башқалары олар хикаялар язған еділер. Ве біздің жюри языларымыз Крым татар язычылар бірлігінің рейсі Урия Демова оны айрыжа бөле қайдетті. Деді ки пек гүзел язды, 15 yaşına bakmadan. O енді пек гүзел язды. Илеріде асылында büyük planları бар. Ve bu bakşış ve bizimki bu konkurslarımız мен белесем ona bu maqsadға erişmeye yardım edildi. Сердар Сейт Исламов Эрмени базардан келді. O 9. sınıf talebesi. Ayta ki şiirini Rus тілінде yazdı. Çünkü mektepte Kırım tatar tili öğretilmey. Son ana tiline tercüme etti. Ben Millet telekanalda gördüm, oyladım yazmağa. Son yazdım, birinci yerini aldım. Kıvandım. Ben şiirini vatan hakkında yazdım. Ben vatanını pek sevim. Millet teлеканалы endi mayıs serlevalı yangi konkursunu ilan etti. Bu konkurs nasıl olacak? Mında kim iştirak etip olur? Ve saz bakşış nasıldır? Bu haqda telekanalımızın yangilıklarında seyir etiniz. Bar mevsiminin esas konkursunu kaçırmanız. Fadime Seyitmamut, Dmitriy Nizavoy, Alim Ametov, Narjiman Umerov, Millet üçün. Қырым Cumhuriyet Devlet Şurasının mükafatları ve grantlarını 2017 sene elde edeceklerinin adları tayin etildi. Onlarının birisi Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin hocası Seyit Abla Şemiyev oldu. Bu senede o 110 binlik grant aldı. Tafsilatlıca bizim lehimizde. Қырым парламентінде мүкәфатлар беру бойынша конкурс комиссияның топлашуы нәтижесінде техник илимлер сазында ғалиплер белгіленді. Бұл номинацияда Қырым Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin автомобиль нақлие кафедрасының hocасы Сейт Абла Шемиев ғалип шықты. Бүгінгі күнде оның іші актуаль, оның мевзусы дағлы Қырым шарайтында автонақлие васталарының актив қавсызлығыны yüksельту. Үкімет тарафтан берілген гранты, бұл грант en esas, en aktual проблемаларға берілген грант. Оның тетқиқатлары
кандидатлары айдавчыларга шыналарны doğru сайламага ve yolda eminlikнен кетмеге ярдым этежек. En актуаль проблемалардан бірі Қырымда бұл автомобили проблемасы да, чүнки көресіз аз барда, мына о қадар чешет түрлі автомобильлер ерлешкен Қырымда. Бұл esas бірінші проблема болған да бізде. Шу мевзуда біздің кафедрамыз бір іш шығарады. Кырым Муэдислик педагогика университетінің автомобиль наклие кафедрасы ярамада үшін муим ве актуаль мевзуларнен оғраша. Мукафят алынуы есе тетқиқат üçün иллеріде малие айрылажақ демектір. Кафедраның мудиры Умер Абдулгазиз айтаки эпысы хадимлер ишке месулетникнен янашалар. Біздің anaветанымыздың yol шарайты бек чешет түрлі. Біздің автомобилистлерімізге руль башында отырған адамға машинаның әзірлігіне yolларға бек yüksek талап. Тырышамыз жылы грантсыз қалмамаға, биылда грантсыз қалмадық. Ilmi статьяларны язмаға кысмет olsa масраф етерміз. Автомобиль наклиясы ve Муэдислик фенлер сасы да терен угренелювны талап ете. Тетқиқатларның мевзуларыны студентлер фааликнен тутып алалар. Чешет илми конференцияларда иштирак етелер. Келечекте олар да грант ала білежеклер. Сей таблауча олар үшін нумуневи инсан. Наш факультет работает над устойчивостью автомобиля. Тем самым мы пишем статьи в наш сборник кафедральный, собираем конференции, на которых принимаем участие. Также на данный момент нам хотелось бы провести некоторые эксперименты по данным статьям. Bundan gayrı özlerini көстерген студентлер 8.000 стипендиясыны elde ете білелер. Лиля Веджат, Умер Мустафаев, Милет телеканалы. Кырымның спортчылары тхэквондо МФТ бойынша Русияның чемпионаты ve бірлігінден 17 ғалибе кетірділер. Ярышлар Тамбов шәрінде кечті. Анда мемлекетінің чешет көшелерінден 700-ден зиеде спортшы топланды. Чемпионат 5 фен бойынша шахси ve тақым зачетында кечті. Біздің ватандашларымыз Қырымға алтын медаллер иле қайтылар. Ярышлар насыл кечкіні ақтап біздің мұхбиріміз Султания Меджид тариф етежек. Тамбов шәрінде кечкен Русияның тэквондо МФТ бойынша чемпионатында ве бірлігінде Қырымны 28 спортчыдан ибарет олған жима тақымы тақдым етті. Оларның арасында эркеклер, юниорлар ве баллар олдылар. С турнира Крым вернулся не с пустыми руками. Қырым спортчылары турнирден бош қайтмадылар. Олар 7 алтын, 4 күміш ве 6 тунч медаль қазандылар. Әмде бізім эркеклеріміз тақта парчылығы бойынша екінші умуми тақым ерні қазандылар. 17 яшлы Тамила Умерова тэквондо МФТ бойынша қара хушақның сайбы ола. О юниорлар арасында 50 килоға же чеки категориясында ғалип чықты. Бұл ғалибе чемпионатының екінші күні 3 күреш кечірлігінден сон әлде етілді. В моей категории было 7 человек. Менің категориямда біз 7 адам едік, екі күреш олды. Бұл ярым финал ве финал. Спортчылар күчлі еділер ве ел-елдан чықышта бұлынмақта қиынжа ола. Бұл чемпионатта мен эвел чалышмаған қызларнен күрештім. Рустем Тупалов тэквондо ile бір елдан зияде оғраша. Боле севиеде тешкел етілген чемпионатта о бірінші кере іштирак етті. Бұна бақмадан оғлан чемпионын ваныны қазанды. Я выступал в 2 категориях. Мен екі фенде янитул вемасоги фендерінде чығышта бұлындым. Вемасоги чешетінде бірінші ерні қазандым. Мен муафақетлерге ерішмеге Авропа ве бұтын дүния чемпионы олмаға істейм. Да, бір ғалебіні әркеклер арасында Шевкет Умеров қазанды. 5 елік тенефістен сон о бойле бұйық тетбірде бірінші сефер іштирак етті. 12 яшында олғанда әкімлер спортның бұл чешетнен оғрашмақны она ясақ еттілер. Ве Шевкет 2 елде Мында тешекте ятты. Ама иш бір ясақларға бақмадан о яваш-яваш спортнен оғрашы башланды ве өз мақсадларына ерішті, яғни спорт ұстасы олды. Я выступал во второй день. Провел 3 боя. Мен екінші күні күрештім, 3 күреш олды. Бірінші күреш енгіледі, екіншісі есе баяғы күчімні алды. Бұндан сон есе мен финалда күрешіп, ғалеп чықып ве спорт ұстасы олдым. Энвер Умеровның сөзлеріне көрені в бетеке этап март айында Санкт-Петербург шәрінде кечежек Шимали Пальмира кубогы олажақ. Сонра есе Русия жима тақымына кірген спортчылар Авропа чемпионатына азырланажақлар. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, Милет үшін.
Мартның учунде Девлет милетлерара комитетінің адлиежелері судақ шер меморетінде адлиеви консультация кечерілежек. Эпысы истеклелер судақ шері Ленина 85А адресі бойынша мураджат ете білелер. Малюмат үшін телефон 380 78 0. Шымдылық болған малюматларымыз әді біздің телевизион тақымларымыз яны малюматлар өзірінде çalışмақталар. Небетеке янларымызны қачырманы сефірде көрішмек үзіре сақлытнен қалыңыз.